Баршаңызға ассалаумағалейкум. Вампистағы өздеріңіздің ең сүйікті фруктларыңызды жаза кетсеңіздер. Бүгінгі тақырып ең үздік топ 7 фруктлар жайлы болады. Басынан бастап айта кетейін, Луфидің фруктысы жайлы айтылмайды, себебі ол ең мықты фруктлардың фруктысы болғаннан кейін, одан кейінгі ең мықты фруктлар жайлы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін баса кетіңіз, біз бастаймыз. 7-ші орын әлбетте Цезардың фруктысы болып есептелінеді. Цезар шығаратын газы өте улы, газ тұтынған кезде жарылғыштар болып көрінеді. Бұл Цезарға өзіне зиян келтірмесе де басқарылатын жарылыстар жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, пайдаланушы кез келген жерде бұрыннан бар басқа газдарды басқару мүмкіндігіне ие және аймақтан оттегіні алып тастау арқылы қарсыластарын тұншықтыруы әбден мүмкін. Газ пішіні өртке қарсы әлсіз болып көрінеді, дегенмен бұл пайдаланушының жануды болдырмай айналадағы оттегі деңгейін барынша азайтуына мүмкіндігімен жеңілдетілген. Бұл қатты оттегі манипуляциясымен ғана мүмкін, өйткені Усуп пен Нами қайтадан демала алды. 6-шы орын әлбетте Опе-Номи. Трафальгар заңының дьявольский фрукт жемістерінің қабілеттері оған барлық физикалық заттарды өз ауқымында басқаруға мүмкіндік береді. Опе-Номи өте сұранысқа ие дьявольский фрукт жемісі және лоның медицина туралы білімі оған ғажайып операцияларды жасауға, ауруларды емдеуге және операция бөлмесінде кез келген нәрсені қайта реттеуге мүмкіндік береді. Анигашимаға жасалған рейд кезінде Лоны өзінің дьявольский фруктын оятқаннан кейін оның қабілеттері айтарлықтай өсті. Ол белгілі бір заттар мен адамдарды манипуляциялай алады, өзіне зиян келтірместен кез келген заттарды тесіп, шок толқыны және бөлме сияқты жойқын соққылар жасай алады. Оның дьявольский фрукт жемісі One Piece'тағы ең күшті қарулардың бірі. Опе-Номи One Piece'тағы 2 жылдық үзілістен кейін, яғни таймскиптан кейін, Лоның өкіліктері одан да жетілдетірілген және көкжиекте әлемдік үкіметпен соғыс басталғанда Лоның фруктысы айтарлықтай маңызға ие болатындығы белгілі. Горо-Номи бұл оны жеген адамды найзағайдың адамға айналдыратын, яғни оған найзағай жасау және осы элементке айналу мүмкіндігін беретін логия. Тіпті шайтан жемісі Энелдің артқы жағында барабандардың имплантациясындағы шеңбері бар. Оны соғу арқылы Энел қосымша әдістерді қолдана алады. Жемістің негізгі күші басқа логия жемістері сияқты сәйкес табиғи элементті басқару мүмкіндігі. Бұл жағдайда пайдаланушы өртті жасай және басқара алады, сонымен қатар оған толығымен айнала алады. Осыған пайдалана отырып ол отқа негізделген шабуылдар жасай алады, сонымен қатар жылу негізіндегі шабуылдардың көпшілігіне жоғары қарсыласқа ие болады. Бұл әрине баяғы Эйстің фруктысы Мера-Номи. Мера-Номи бір-біріне жалғанған жалынға ұқсайтын көптеген бөліктерден тұратын, сонымен қатар үстіңгі жағында бұраланған сабағы бар. Қолға оңай сиятын өте ерекше жемістердің бірі болып есептелінеді. Гура-Номи пайдаланушыға әртүрлі күшті тербеліс жасауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ оларға мұздатуға немесе мұздатуға иммунитет сияқты кейбір дірілдететін қасиеттер беретін параметия типтегі жеміс. Бұл дьявольский фрукт жемісі өз иесіне кез келген нысанда және кез келген бетіне жер сілкінісін жасауға мүмкіндік береді. Белаус ауаны қолымен соққанда соққы толқындарын тудырды. Маринфорд шайқасы кезінде Сенгоку теңіз жаяу әскерлерінің бас қолбасшысы болған кезде Белаус әлемдегі ең күшті адам болып саналды. Ол сонымен қатар Белаустың күші шынымен де қорқынышты екен және бүкіл әлемді бір удармен-ақ жоқ қыла алатындығын айтты. Белаус өлгеннен кейін әрине оның екінші фруктысы осы Черная Барада Тичте. Енді алдағы уақытта көре жатарымыз Белаустың фруктысын осы Тич до конца аша алады мекен, әлде ол да өліп қалады мекен, алдағы уақытта көре жатарымыз. Пика-Номи оны жеген адамды жеңіл адамға айналдыратын, яғни оған жарық жасауға және осы элементке айналу мүмкіндігін беретін логия типтегі шайтан жемісі. Кизару қарапайым жарықты жасамайды, бірақ айтарлықтай материалдық жарықты жасайды. Соның арқасында ол әртүрлі жойқын шабуылдарды оңай жасай алады. Кизару өзінің денесінің кез келген бөлігінен әртүрлі қуаттағы лазер сәулелерін түсіре алады. Олар үлкен қашықтықта ұша алады және соққы немесе тесу кезінде күшті жарылып кетеді. Не деген керемет фрукты десеңші, Кизарудың бойында өте жылдамдық, мықты лазерлік шабуылдар және бұл оның бастамасы ғана болса керек. Не болса да Кизаруға сәттілік. 1-ші орын әлбетте Ями пайдаланушыға қараңғылықты өз қалауы бойынша жасауға және басқаруға мүмкіндік беретін пайдаланушыны қараңғылықтың адамы етеді. Ями логия түріндегі шайтан жемісі
Тич ол фруктыны жеместен алдын Белаустың командасындағы 4-ші дивизиондағы Цачтан ұрлап кеткен болатын. Жемістің ең күшті және қайталанбас қабілеті дьявольский фрукт. Пайдаланушылардың күштерін оларға жай түрту және олардың күштерін сіңіру арқылы бейтараптандыру. Парамеция, зоан немесе логия болсын басқа дьявольский фрукт жемістерінің барлық күштері бұл қабілетке осал. Дегенмен логиялар ең осалы болып келеді, өйткені олар өздерінің табиғи элементіне айналуын мүмкіндігін жоғалтады. Бірақ та Тичтің қолындағы мына ями фруктысы өздеріңіз көріп тұрғандай Белаус оған ештеңе істей алмайды. Себебі Тич сол тыманы қолданатын болса, әлбетте ешқандай фрукты жасамайды. Бұл жемістің басты артықшылығы пайдаланушы айналатын қараңғылық бәрін сіңіреді. Және оның негізгі әлсіздігі қараңғылық шабуылдарды да сіңіретіндіктен жемісті пайдаланушы әлі де олар айналатын қараңғылықтан өтпейтін шабуылдарға осал. Мысалға, Белаус Тичқа бірден фруктыны басып тастайтын болса, Тич атака жасай алмайтын болса, Тич ол фруктыдан өте әлсіз болып кетеді және де өте қатты ауырсынуы сезінетін болады. Сондықтан да ями-ямиді қолданатын болсаң, сен бірінші атака жасау керексің, не болмаса өліп кету қабілетің жоғары. Оның фруктысы қазақ тілінде қара ойық, ями анамичи. Ағылшын сөзбе-сөз қара тесік жолы деп оқылады. Фонетикалық жағынан қара тесік деп оқылады. Черная барада қараңғылықпен жеткілікті үлкен аумақты қамтиды. Және қара тесік сияқты ол тигеннің барлығын сіңіреді. Сіңірген кезде бәрі қысылып жойылады. Импылдауында көрген кезімізде Тич адамдарды сіңіріп үнділер арасында жаншып кету қабілетін көрсетеді. Оны адамдар байлап дұрыс жерге апару үшін де қолданады. Осылайша Эйс ұтылған болатын Черная барададан. Тағы да бір фруктысының қасиеті кайхо, ағылшын сөзбе-сөз liberation деп оқылады. Қара тесіктен кейін қолданылады. Пайдаланушы қараңғылық сіңіргеннен кейін бәрін кері лақтырады. Черная барада бұл қабілетін өз күшін көрсету үшін пайдаланады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Келесі видео кім жайлы болсын, өз ойларыңызды айта кетіңіздер.